12 жастан асқан балаларға көруге рұқсат етілген бағдарлама. Махамбет, мұның не? Қоқыс жәшігіне лақтырмайсың ба? Ештеңе етпейді, оқылған сценарийға оның үстіне аула сыпырушылар тазалай салады. Махамбет, табиғатқа мұнша қатыгез болуға бола ма екен? Айым, бір қағазды лақтырғанда не тұр? Бәрі де осындай кішігірім елеусіз істерден басталады. Мақұл айым, келесі жолы лақтырмауға тырысам, лақтырған күннің өзінде де қоқыс шелегіне дәл тигізем. Білесің бе, саған сабақ болсын. Кезекті бағдарламамызды қоршаған ортаны қорғаушы эколог мамандарға арнаймыз. Несі бар? Қызық сала? Олай болса, достары, Кім болам бағдарламасының бүгінгі санында эколог мамандары жайлы сөз қозғаймыз. Сондай-ақ осы салаға бет бұрған болашақ мамандар қайда білім алады? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын беретін боламыз. Айтпақшы, оқушыларымыз осы сала туралы не біледі екен? Соны тыңдап көрейік. Алматыда экология онша жоқ, сондықтан керек шығар. Мамандық таныс болғанымен қызықшылық танытпаймын. Мен ойлаймын, осы сала деген даму керек, және мүмкін мен осы болашақта осы мамандықты таңдап қалуым мүмкін. Экологиялық ахуал тек қана адамзатқа ғана емес, сондай-ақ флора мен фаунаға кері әсерін тигізуі мүмкін. Осы орайда елімізде көптеген компаниялар мен агенттіктер экологиялық мониторинг жүргізу арқылы кәсіпорындардың кетіретін зиянын бағалап, әрдайым экологиялық жағдайды бақылауда ұстайды. Адам табиғаттан тыс өмір сүре алмайды. Бір кездері табиғат игіліктерін шексіз деп білген адамзат бүгінде экологиялық зардап дегеннің не екенін жақсы түсінді. Экологиялық сананың жеткіліксіздігі мен адамдардың болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілігін жете сезінбеуі ғаламдық проблемалар тудырып отыр. Сондықтан да қоғам қажеттілігінен экология ілімі туындап, табиғат үшін күрес жүргізер эколог мамандар қалыптасты. Обсуждает тему состояния. Экология деген сөз тіршілік ету мекені, өмір сүретін орта туралы ғылым дегенді білдіреді. Бүгінде тәуелсіз Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлем алдында экология мәселелері тұр. Алдағы уақытта атмосферадағы зиянды қалдықтардың өсуі экология мәселесін әлемде бірінші орынға қыстырады. Бір жағынан кәсіби экологтарға сұраныс өседі, ал екіншіден табиғатты қорғаушыларға қойылар талаптар спектрі кеңейеді. Эколог мамандығы физика, химия мен биологияны, табиғатта болып жатқан үрдістерді, компьютерлік модельдеуді білуді талап ететін болады. Эколог мамандар белгілі бір аймақтың экологиялық ахуалын жылжымалы экологиялық зертхана арқылы анықтайды. Зертхана атмосфераны, ауадағы ластаушы заттардың мөлшерін, судың физикалық химиялық құрамын жедел өлшеуді жүзеге асырады. Айым, ауаның жай-күйін анықтау үшін мынадай екі метеорологиялық аспап қолданады. Оның бірі метеоскоп, ауаның температурасын, ылғалдылығын, атмосфералық қысымын және желдің жылдамдығын анықтайтын болса, екіншісі газоанализатор, бұл ауаның құрамын анықтайды. Дәл қазір метеоскоп бізге мынадай анықтама беріп тұр. Ауаның температурасы 19,1 градус, ал оның ылғалдылығы 27,8%. Ал желдің жылдамдығы болатын болса, секундына 0,172 метрді құрап отыр. Осылайша бұл екі құрылғы кез келген жердегі ауаның қасиетін анықтауға көмектеседі. Махамбет, табиғатқа қамқорлық танытар эколог мамандарды елімізде көптеген оқу орындары даярлайды. Солардың бірі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Біздің болашақ мамандарымыз дәл қазіргі сәтте осы оқу ордасында оқытушының кезекті дәрісін тыңдау үстінде. Бұл университет болашақ экологтарды география экология факультетінде даярлап шығарады. Факультет бүгінде білім беру жүйесін жетілдіріп, оқу тәрбиесін жаңа технология бойынша жүргізеді. География экология факультетінің деканы Орденбек Білесбекұлымен сұхбаттасып көрейік. Сәлеметсіз бе? Орденбек аға, жалпы елімізде эколог мамандарын даярлау қаншалықты маңызды? Қазіргі таңда экологиялық білім беру және тәрбие мәселесі өзекті мәселенің бірі, және де қоршаған ортамен тығыз байланысты болғандықтан адам өмірі тіршілігі, біз өзіміздің тұрған үйімізді, жер планетасында барлық экологиялық жағдайға қатысты іс-әрекетті қорғай және қадағалай білуіміз қажет. Осыған орай елімізде 90-шы жылдары экологиялық білім беру тәрбие мақсатында осы Абай атындағы ұлттық университетте, педагогикалық университетте мамандықтар ашылған болды. Сол мамандықтардың ішінде экология, туризм, география мамандықтары арқылы біз еліміздегі жас жеткіншектерге тәрбие беру мақсатында экологиялық осы мамандықты бастап кеттік. Бұдан біз байқап отырғанымыз, осы 20 жылдан астам уақыттың ішінде
экологиялық тәрбие, білім беру бұл өзіміздің тұрған өлкеміздің, жеріміздің табиғатын, тарихын сақтап қалуға, табиғатына тікелей жанашырлықпен көзқараспен қарауға мүдделі екендігімізді танытып отыр. Сондықтан да экологиялық білім бұл 20 ғасырдан бері қарай өте актуалды, өзекті мәселенің біріне саналады. Рахмет. Факультетте электронды және қашықтықтан оқыту жүйесі жұмыс істейді. Сондай-ақ студенттер оқытудың кредиттік жүйесі негізінде білім алады. Қоршаған ортаның жай-күйі, климаттық ауытқулары адам өміріне үлкен әсер етеді. Мына зертханада студенттер ауа қысымы мен ылғалдылығын өлшеуді, судың құрамын анықтауды үйренеді. Есімдерің кім болады, қыздар? Іңкәр. Таңшолпан. Нешінші курс оқисыңдар? Мен 3-ші курс студентпін. 2-ші курс студентпін. Таңшолпан, дәл қазір айналысып жатқан зерттеу жұмысың қандай? Біз экспресс лабораториялық бізде әрқайсымызда сумкалар бар. Қазіргі таңда сол арқылы біз судың құрамын, хлорлық қасиетін, әр мысалға алған болсақ, біз әр ауданның суларын алып келдік. Солардың құрамын бізге және де организмімізге зияндылығын зерттейміз. Түсінікті. Іңкәр, эколог мамандығы несімен қызықтырды сені? Бұл эколог мамандығын таңдауының басты себебі бұл эколог мамандығы болашақтың мамандығы болып саналады. Қазіргі таңдағы литосфераның, атмосфераның, гидросфераның ластануы, сонымен қатар жаңа техногенді аурулардың пайда болуы, ресурстардың сарқылуы байқалуда. Соған сәйкес халқымыз айтқан ғой, адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, оны айтуға табиғаттың тілі жоқ дейді халқымыз. Соған байланысты табиғат бұл бәріміздің ортақ үйіміз, соны қорғау бәріміздің міндетіміз деп білемін. Сондықтан таңдадым. Түсінікті, рахмет. Экология және қоршаған ортаны қорғау кафедрасы бакалавр, магистратура және докторантура жүйесі бойынша мамандар әзірлейді. Кафедрада шетелдермен тәжірибе алмасу, ғылыми жобалармен жұмыс істеу, кәсіби бағдар беру жоспарлы түрде жүзеге асады. Бірінші, екінші курстарда жалпылама білім алады. Қоғамдық пәндерден, тағы басқа пәндердің бәрінен. Ал енді екінші курстың екінші семестрінен бастап, сосын үшінші курс, төртінші курстарда нағыз өз мамандықтары бойынша білім алады. Бұл жерде барлық экологиялық пәндердің ішінде бұлардың өтетін пәндері 40-50 шақты пәндер өтеді. Студенттер экологиялық ластанған аймақтарда, кәсіпорындар мен компанияларда өндірістік тәжірибеден өту арқылы білімдерін шыңдайды. Біздерді экологияны қазір бітіріп жатқан түлектер, бұларда мысалы біз өзіміз көпшілік жағдайда осы экологиялық мекемелерге барып, солармен шарттар, келісім шарттар жасалған, осы келісім шарттары бойынша практика өтеді. Диплом алды практика деген бар. Осы диплом алды практикаларда сол келісім шарттар жасалып, сол жерде өтілгендіктен көпшілігін сол жақта өздері шақырту алып жататын студенттеріміз бар. Мамандықты таңдау барысында әркімнің көздеген мақсаты болады. Біреулер таңдаған кәсібінің болашағы зор екендігін ескерсе, біреулер ауыртпалығының аздығына мән береді. Алайда экология саласын таңдаған әрбір жас өзгелерден гөрі табиғатқа бір қадам жақын екенін сезінуі тиіс. Сонда ғана ол өз ісінің маманы болып қалыптасады. Сәлем. Сәлем. Есімің кім болады? Қуандық. Нешінші курс оқисың? 3-ші курста. Қуандық, жалпы эколог мамандығын не үшін таңдадың және сені несімен қызықтырды? Рахмет, әрине орынды сұрақ. Жалпы экология бұл біздің қоршаған ортамыз. Ал қоршаған орта тек эколог мамандықтарының ғана құзырында емес, жалпы халықтың істеуге тиісті шарасы болып табылады. Өзім осы Атырау өңірінен боламын. Өздеріңізге белгілі, сол жерде мұнай өндіреді және мұнай өңдейтін зауыттар көптеп салынуда. Дегенмен ол экономикамызға да оң әсерін тигізгенмен, экологияға да теріс әсерін тигізеді. Мен сондықтан да мен осы университетті бітіргеннен кейін сол жерге барып, эколог маманы ретінде өзімнің үлесімді қосқым келеді. Бүгінде елімізде экологтарды даярлайтын жоғарғы оқу орындары көп. Бұл экологиялық білімнің маңыздылығын көрсетеді. Сондықтан да эколог боламын деп шешкен талапкер үшін оқу ордасын таңдау мүмкіндігі бар.
Табиғатқа сүйіспеншілікпен қарау тек экологтардың ғана емес, барша адамзаттың міндеті. Сондықтан Махамбет, бұл мамандықтың жүгін арқалауға бекінген әр адам өзінің айналасындағыларды да қоршаған ортаға құрметпен қарауға баулуы тиіс. Айым, газ анализаторының мына бір түрі өндіріс орындағы ауаға кететін зиянды қалдықтардың құрамы мен мөлшерін анықтайды. Ол үшін мына екі зондты өндіріс мұржасының дәл ортасына бағыттау керек. Сонда бізге қажетті нәтижелерді аламыз. Соңғы жылдары дүние жүзінде экологиялық жағдайлар шиеленісе түсуде. Оның көптеген себептері бар. Өндіріс орындары ауа қабаттарын бұзса, күнделікті тұрмыс қалдықтары қоршаған ортаны ластайды. Республикамызда 22 миллиард тонна өндіріс қалдықтары жиналған. Оның мөлшері жыл сайын 1 миллиард тоннаға артып отыр. Оның ішінде 150 миллион тоннасы улы және 20 миллион текше метрі тұтыну қалдықтары. Бұл қалдықтардың елімізге, халықтың денсаулығына, қоршаған ортаға келтіретін зиянын айтпаса да түсінікті. Елімізде табиғат құбылыстарын бақылап отыратын Қазгидромет орталығы бар. Ол тәулік бойы мониторинг жүргізеді. Яғни табиғаттың тамырын басып, ауа, су, топырақты бақылайды, сараптайды, болжайды және оның нәтижелері туралы жұртшылыққа ескертеді. Достар, дәл қазір мен Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорны Алматы қалалық филиалында тұрмын. Ендеше бізді мазалаған сұрақтарды химия аналитикалық зерттеу бөлімінің жетекші маманы Роза Әбжаппарқызынан сұрап көрейік. Роза Әбжаппарқызы, эколог маманның атқаратын қызметі қандай? Жалпы қазіргі уақытта экология мамандығы өте маңызды мамандықтардың бірі болып отыр. Яғни қоршаған ортаның ластануына байланысты, қоршаған ортаға ластағыштардың тасталуына байланысты қазір ол өзекті мәселе. Сондықтан эколог мамандарға деген қажеттілік өсуде. Яғни оларға қойылатын, табиғатты қорғаушыларға қойылатын талаптарда өсуде қазіргі уақытта. Жалпы алғанда Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Алматы қаласы бойынша филиалының химия аналитикалық зерттеулер бөлімінде атмосфералық ауаға, беткі сулардың сапасына, топырақ және радиацияға мониторинг жұмыстары жүргізіледі. Онда атмосфералық ауа бекеттерінен, яғни 5 стационарлық бекеттерден ауа сынамалары алынады. Яғни олар шаң тозаңдарға, азот диоксидіне, көміртегі тотығына, фенолға, формальдегидке сынамалар алынып, лабораторияда талдау жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар радиациялық бақылау бойынша жұмыстар жүргізіледі және топырақ бойынша 7 орыннан, белгілі бір орындардан сынамалар алынып, оған ауыр металдарға талдау жұмыстары жүргізіледі. Қазіргі таңда Алматы қаласы бойынша экологиялық жағдай ахуал қалай? 2012 жылдың мәліметі бойынша алатын болсақ, жоғары ластану көрсеткіші сипатталып отыр. Яғни атмосфералық ластану индексі 5-ті құрады. Ал осы 2013 жылдың 1-ші тоқсанындағы мәліметтерге сүйенетін болсақ, ондағы атмосфералық ластану индексі 13-те 2-ні құрап отыр. Негізгі ластаушылар ретінде азот диоксидін айтуға болады. Сонымен қатар көміртегі тотығы және формальдегидті айта аламыз. Яғни олар автотранспорттардан және өндірістік ошақтардан түсетін ластағыштардан пайда болған ластаушылар. Қоршаған ортаның республикамызда халықтың денсаулығына тигізер әсері 60% шамасында. Ол әсіресе тау-кен өнеркәсіптері орналасқан қалаларда жоғары. Бұл сан әртүрлі дерттің өршуіне ықпал етуде. Бұдан шығатын қорытынды экологиялық тепе-теңдікті қалыптастыруға атсалысатын білікті экологтарға бүгінгі қоғам зәру. Айым, адам табиғат перзенті, сондықтан табиғатты қорғау барша адамзаттың міндеті. Ендеше бағдарламаны аяқтайық. Махамбет, сонымен бүгінгі сапарыңды аяқта. Мен сені университет алаңында орналасқан Абай ескерткішінің қасында күтемін. Расменде Айым, мен бұрын табиғат құндылықтарының маңыздылығы жөнінде ойлана бермейтінмін, ал енді осыған ой жүгірте бастадым. Алайда барлығының шексіз еместігіне көзің жетті ғой. Әлбетте, судың да сұрауы бар демекші, бүгінгі таңда табиғат адамзаттың көмегіне зәру. Ал бұл істе көш бастайтын эколог мамандар. Ал біз болсақ, жақсы маман, қашанда тапшы маман дей отыра бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз.